Бексейіт Төлкеев өз заманынан озық өнерпаз. Өнертанушы ғалымдар оны 20 ғасыр өнеріндегі ең танымал ағымдардың бірі, қазақ сюрреализмін негізін салушы деп санайды. Төлкеев 1955 жылы 22 қаңтарда оңтүстік Қазақстан облысы Қасқасу ауылында дүниеге келген. 1998 жылы оның мезгілсіз қайғылы қазасынан кейін бұл кісінің шын мәнінде кім болғаны, көрнекті спортшы ма, әлде сол сияқты елеулі өнер қайраткері ме, өнердегі космополит пе, әлде ұлттық қазақ дәстүрінің жалынды жалғасы ма деген тақырыпта ұзақ талас туды. Бұл сұрақтарға суретшінің шығармашылық мұрасы ғана жауап бере алады. Ол өзі сурет салуды өмірімнің басты жұмысы деп санап, өнер менің жаным, қаным, өмірім, ал спорт менің хоббиім деп бірнеше рет айтқан. Бексейіт Төлкеев ушу мен каратэні еркін меңгерген. Қазақстан Республикасының Таэквондо Федерациясының тұңғыш президенті болды. Оның ең жақын достары Мұстафа Өзтүрік пен Джеки Чан болған. Бексейіт Төлкеев Алматы қаласындағы Гоголь училищесінің үздік студенті ретінде Мәскеу қаласындағы атақты Строгановка жоғарғы көркем сурет өндірістік училищесіне ұсынылып қабылданды. Студент кезінде спорттың жекпе-жек түрлерімен жаттықты. 1981 жылы Бексейіт Төлкеев Қазақстан суретшілер одағының мүшелігіне қабылданды. Суретшінің үздік туындыларының бірі Шығыс Қазақстан өнер музейінің қорында тұрғанын мақтан тұтамыз. Бұл картинамен кездесу автордың көркемдік міндеті мен мазмұны туралы қызметкерлер арасындағы бітпейтін талас-тартыстармен есте қалды. Кескіндеменің композициясы суреттік ребус түріне ұқсайды. Оны ашу үшін біз сюрреализмге себеп болған символистердің мұрасы, аллегория мен құпия белгілерге ерекше назар аударғанын есте ұстауымыз керек. Бір қарағанда Төлкеевтің «Қонақ» атты картинасында күрделі ештеңе жоқ. Мұнда туыстары арнап ұйымдастырған пикникте теңіз жағасындағы қарт адам отыр. Бір адам отырып, жеміс жеп, дұға ететін моншақтарын ұстап ойланып отыр. Мені шатастыратын жалғыз нәрсе форматтың бүкіл биіктігін алып тұрған белгілі бір ақ құйын. Ол кісінің киім-кешегіне мұқият қарап шығып, оның қойшы екенін түсінесің. Осы сәттен бастап сіздің санаңыз автордың негізгі ниетіне қарай бұралған құйын сияқты босап кете бастайды. Салихалы, Құдайдан қорқатынын сол сәтте көргенде түсінесің. Сонда оның жай ғана мұңды емес, иілген фигурасына таңқаласың. Ауыр жүк жерге қысып тұрғандай отырады. Неліктен ол әлі де қайғылы. Олар оны жақсы көреді, оған қамқорлық жасайды. Еуропалық стильде дастархан жайды. Олар тіпті қасына бадминтон ракетасын қойды. Міне, ол алдағы орындықта ағарып, басын фигура сияқты көзге тура соқты. Немесе бұл ракета бүкіл ребустың басымдығы болуы мүмкін бе? Ол бұл суреттің басты кейіпкері үшін ең қажетсіз, ең күлкілі нысан. Компьютер кескіндеме репродукциясының кез келген фрагментін үлкейтуге мүмкіндік береді. Тағы бір маңызды ойды суретшінің натюрморт десертіне арналған үстелді қалай салған мұқият қарау арқылы көруге болады. Қонақтың шынтағы жай ғана ауада ілулі тұр, қолдаусыз. Ол қолдауын жоғалтты. Бірақ бір рет ол болған. Суретте де, өмірінде де. Мүмкін қарапайым күнделікті заттар мен олардың элементтері түріндегі символдар, тұтас белгілер, ерекше белгілер, сондықтан мұның бәрін ашу өте қиын. Бастапқыда, бәлкім әдейі болса керек, суретші үстелдің бұрышын қарттың шынтағының астына әдемілеп салған. Ол осы шетке абайлап сүйенетін. Содан кейін автор кездейсоқ бояудың үстірт қабатымен осы шын мәнінде іргетас бұрышына штрихтарды қолданады. Осылайша біз оның бастапқы орнын міндетті түрде болжай аламыз. Басты кейіпкердің қолдауы болды, және ол белгілі бір себептермен одан айырылды. Белгілі бір себептермен өз жерінде қонақ болды. Олай болса, ұлттық нұсқадағы жауап аға ұрпақтың далалық көшпелі мәдениеттің еріксіз жойылып бара жатқан дәстүріне деген терең мұңы деп ашылады. Балалары мен немерелері қарияның шынайы тірегі, бірақ
ешқашан өмірінің жалғасы болмайды. Олар еуропалық стильде киініп, шетелдік тағамдарды жейді. Олар басқа адамдардың ойындарын ойнайды. Тулкиевтің өте ерекше, жарқын, жұмбақ картиналары біздің заманымызда кез келген музей коллекциясында өзекті және қалаулы болып қала береді.